Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Дидар. Енді біз үйме обзор бөлімін жалғастыратын боламыз. Мен алдыңғы бөлімде айтқандай, келесі бөлімде үйге бассейн салатын боламын. Батут салатын боламын деп сіздермен келіскенмін. Сондықтан соны бүгін орындап қойдым. Енді ол қазір батут ана үйімнің жанында тұр. Үйімнің артында мен сол батутты сон салдым. Осы жаңа ғана қазір салдым. Енді достар, қазір мен сол батутты көрсететін боламын. Сіздерге көрсететін боламын. Сол батутты көрсететін боламын. Ал, кеттік ал. Так, достар, неге сіздер сәлемгөші түсірмей жүрсін десеңіздер, достар, менің қалған достарымда, інілерінде Майнкрафт жоқ. Оларға тартып берейін десем, олар мен Google'дан тартамайым, оған Play Market'тен тартып алуым мүмкін. Бірақ мен тартамайым Play Market'тен, қалай екенін білмеймін. Міне достар, осындай керемет батут, мынандай ұзақ секірейін деп мынандай үлкен қылып қойдым мынандай несін. Ал мынау менің үйім. Мына крышасын қалай істедім десеңіздер, достар, мындай іштерінен андай блок қойдым, осындай блок қойдым. Міне осындай керемет батут. Міне қараңыздар сенбесеңіздер. Міне батут секіріп күшті. Ладно, достар. Менің анау бұрынғы ескі ойындарында, достар, даусым естілмей қалған. Ол кезде, достар, мен кішкене андай, ол кезде кішкентай адам болдым. Ол кезде менде шын Майнкрафт жоқ болды. Мен тарта алмадым. Сосын мен Шымкентке Нартай деген ағамның үйіне кетіп, сол жақтан маған бір Нұрасыл деген ағам тартып берді. Осындай Майнкрафтты Google'дан Wi-Fi құртты. Оны мобильный құртып та тартып алуға болады. Бірақ достар, үйінде Wi-Fi-лары бар адамдар тартып алатын шығар, может. Бірақ мен білмеймін қалай тартып алу керек екенін. Оны маған үйреткен жоқ. Әшейін өзі тартып алып берді. Болды. Мен оған үйрет деп айтқан жоқпын. Просто қарап отырдым қалай тартып алу керек. Оны қағазға жазып алмасам, мен дым түсінбей қалам одан. Қағазға жазып алмасам. Ал мынау достар, алдыңғы бөлімде салғандай бассейн. Достар, ауырып қалдым мен, достар. Ух, май гад. Креатив қосып алып неттім мен, достар. Қосып алып сындырып кеттім ғой, достар. Выживание қойды, достар. Креатив қосып алып. Достар, мысалға мынау. Неге бассейнге батутты жақын қылып салмадым десеңіздер. Жақын тұр ғой, просто кішкене жақында болып салмадым десеңіздер. Ондай ұнамай қалады. Бірақ достар, жақын қылып салсаң ше, мына жерге былай мінесің, осылай мінесің да, былай, осылай қарап тұрып, жүретін кнопканы ше, 2 рет басып, былай секіріп кетсеңіз, былай тағы да былай алға қарай секіріп, бассейнге түсіп кетуіңіз мүмкін. Сондай тәсіл үйреніп алдым мен. Бірақ мен жақын қылып салмадым. Өйткені онша емес болып қалады. Сондықтан жақын қылып салмадым, достар. Ренжімеңіздер. Оғанда кеш батып жатыр. Фокус қылып жіберейін да. Мен білем ондай нәрселерді. Майнкрафтты бұрыннан бері білем. Майнкрафтты ойнауды да білем. Бірақ достар, неге сен мод жазып ойнамайсың десеңіздер,
Мен мод жаза алмаймын. Даже мен модты қалай жазатынымды білмеймін. Жазу білемін. Қалай шығатынын білмеймін. Ой. Ана жерде біреуді. Садақпен атып көрейінші. О май гад, жаңбырда жауып кетті. Ана үй көрінбей қалды вообще. Атып отырып. Тимейді ғой бәрі суға ұрып. Достар, осы видеоға лайк басып, подписать етіп кетіңіздер. Неге видеомен түсіріп салмадым десеңіздер, ондай қылып салғым келген жоқ. Уақытым болмады, шай ішу керек болды, тамақ ішу керек болды. Сол тамақ ішпей тұрып, шай ішпей тұрып, тез батутты салып тастайын дедім да. Осындай қылып салдым енді батутты. Осыған болады жар, шүкір осыған да. Жаңбырды өшіріп тасташы. Адам не үстіне тек. Ой, білем, олай өшірмейді ғой. Осындай қылып өшіреді. Өшет. Міне өшті. Осылай. Білем, бірақ ана аяқтарды пальден қылып қойық. Вәсе енді көрін. Так, достар, ана үйге барып көрейін ба, достар? Ана үйге. Қазір бүгінгі бөлімде сол үйге барып көрейін, достар, ладно. Бүгінгі бөлімде осы үйге барып көрейін. Бұл үйді кім соққан вообще? Мен соққан жоқпын. Шын айтайын, достар. О, сундук. Мен бұл жерге екінші рет келіп тұрмын. Бұл заттарды алмай қойын, достар. Өздерінің тапқан заттары, может, жителдердікі шығар. Білмеймін, достар. Мысалған іші қараңғы, что-то қорқынышты. Ну ладно, достар, біз креатив қосып алғанбыз ғой. Бізге ешкім тиісе алмайды. Кеттік ал үйімізге, үйімді көріп тұрмын. Соған барамға. Суға түсіп көрейші. Ооо, керемет. Осылай енді жүресің. Так, достар, осы үйме обзордың 3-ші бөлімі. Бұл үйме обзор 3-ші бөлім. Осы видеоға кім 200 лайк жинайды? Осы видеоға 200 лайк жинасаңыздар. Жоқ, 200 лайк кішкене қиындау болатын сияқты. Осы видеоға 100 лайк жинап тастаңыздар. 100 лайк жинап тастаңыздар осы видеоға. 100 лайк жинап тастаңыздар. Сол кезде мен не істейтін болам? Сол кезде мен бір мына жерге бір не салатын болам. Мына жерге қалай айтсам болады? Не салсам болады бұл жерге? Баня салам, достар. Осы жерге баня салатын болам. Үйіме жақындау қалып, үйімнің алдына ше қарамаға салып. Осы жерге баня салатын болам. Осы видеоға 100 лайк басып кетіңіздер, 100 лайк жинап кетіңіздер. Сол кезде мен осы жерге не салатын болам? Нет. Блин, баня салатын болам. Сауна. Ал мынау не десеңіздер, бұл енді менің выживанияда ойнаған. Не апсындырып атырсың десеңіздер. Мен анау ерде шақты қазған, достар. Көрсетем. Анау ерде шақты қазған. Даже қалып кеткен ғой. Анау ерден бұлай төменге қазып, ұсылай. Қазамай шығып жүресің. Ей, шығатын жер қақта. Міне. Енді сол енді, достар. Мына ерден шықшы. Осы енді, достар. Креатив қосып алған. Ну, достар, креативпен жүрсең күшті ғой. Творческий режим. Ал мынау, достар, холодильниктің ішінде, как всегда, осындай заттар. Торт, алма, золотой, гекко, сосын су, алма,
стейк жоқ енді. Ну, осы. Ал мынау пейна. Достар, қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Күшті осы. Мына жерге мен осы жаңа ғана стол сап қойдым, осындай. Мына жерде алдыңғы бөлімде достар, бұндай кілемдер болмаған. Ол кезде мен тоже выживанияда ойнағам. Енді қазір креатив қосып алдым да. Неге достар, мен көбінесе креативпен ойнаймын. Себебі достар, мен сондай креативпен ойнауға үйреніп қалған адаммын. Сол енді креативпен ойнаймын. Басқа не істеймін, басқа не істемеймін. Сол енді. Мынаны қалай істедім десеңіздер, бұны білетін шығарсыздар сіздер. Әлі білмейсіздер. Көбісі сондай не істеуді білмейді. Ал достар, осы видеоға 100 лайк жинап кетіңіздер. Сосын мен ананы қалай қойғанымды үйретем. Көрсетем келесі серияда. Мына картаны қалай жасағанымды көрсететін болам. Бұл даже бүйтіп айналады достар, даже қараңыздар бұны. Бұл деген айналады даже. Мен осындай оқып қойғам. Сосын мынаны да қалай істеуге болатынын сіздерге көрсетемін. Достар, кеш батып баратыр, ясына қойып тастайық. Болды. Мен неге түн қылып ойнамаймын? Мен түн қылып ойнағым келмейді. О май гад, достар, маған дәл түсейін ба? Дәл түсуім керек, дәл түс. Бұл жараған. Дәл түс. Дәл түсті кішкене болмағанда суға түсіп кететін екен ба? Бағана суға түсіп кетті ғой. Анам барып көрін енді. Блин, мынау. Давай. Бам. Достар, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, подписаться етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер, колокольчикті. Сол кезде мен креатив қоспай, желание алып ойнап көретін боламын. Міне достар, мен осындай жол сақпаймын. Ну, неге үйінің дәл алдына сақпаймын десеңіздер, дәл алдына сауғым келді. Бұл негізі астыға салу керек, құна жердің астына ше. Ну, бірақ мен ойыма келген салсам да, асығыстау болып салдым, асығыстау. Сосын мындай не қойдым, мынандай. Мынаң асты әппақ. Мынау серый клем, серый койры деп аталады. Достар, мен неге Free Fire'дан видео түсірмеймін? Мен Free Fire'дан видео түсіргенде ұтылып қала беремін да, достар. Жақында бастағам, тем более боттым. Ну, енді киімдерім көп, бірақ шелди сияқты алмазым көп. Алок персонажым болса деп армандаймын да. Сондай да армандаймын мен. Оған да Құдай қаласа жетеміз. Достар, қазір қолым босаса, қазір қолым бос. Қазір Free Fire'дан видео түсіріп тастаймын ба деген ой болып тұр да. Но бірақ қазір біреу телефонды алып қою мүмкін. Керек маған деп. Сондықтан Free Fire'дан әзірше видео түсірмеймін. Сосын анау Car Simulator 2 деген ойыннан да әзірше түсірмеймін. Анау отырған батут, анау отырған бассейн. Сосын мына терезелерді сән үшін қойып қойдым осындай. Бұны енді ауыстырмайын. Керемет бұл. Өзіме цвет ұнайды. Барлығына да ұнайтындар. Керемет қой. Жасыл көк. Нәрде әрі қарай джунгли. Жерде как
жануарлар. Достар, мынаны сіздер мұндай осындай киімдерді қалай істейін десеңіздер, сіздер білетін шығарсыздар, может. Но сонда да айтып кетейін, бұны мен осы видеоға кішкене болсын лайк жинағыңыздар, сол кезде қалай істегенімді көрсететін боламын. Оның атын әзірше айтпаймын, қалай істегенімді. Ну, достар, ал достар, үйіме обзор 3-ші бөлімін аяқтайын деп жатыр. Осылай ерігіп жүресің енді. Сәлем ойнаған кет мен бар ғой. Құдай қаласа ойнаймыз. Майнкрафт тартып алсам. Ойнаймыз ғой. Қанша. Осын. Оп. Достар, мен сәлем ойнаған келіп жүр бастап. Майнкрафт. Қата кезде Майнкрафт десе. Басқа да видеолар түсірем. Лазуритті қолдандым мен, ана броняға лазуритті қолдандым. О май гад, мен жарыны не пісіп біткен ма не? Мынау, стейк та пісіп біткен. Давай салқын. Ал, все. Достар, болды енді. Болды, все. Достар, как тұрыңыздар? Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар. Келесі бөлімін күтсеңіздер, осы видеоға 100 лайк басып кетіңіздер. Сол кезде келесі бөлімін түсіретін боламын. Всем пока. Осымен тоқтатпаймыз. Алда тағы да видеолар шығады. Какой-то достар қоштасайын деген сияқты отыр ғой. Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар. Ал арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, подписайтесь етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздер, я? Видеоны аяқтаймыз.